Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша өтірікшілер еліне саяхат тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 96-шы сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Дескрипторы қиялға жайып оқиғаға өтірік әңгіме құраймыз. Сөйлеу барысында мақал-мәтелді қолданамыз. Ендеше балалар, мына суретке назар аударыңдар. Қиял ғажайып ойлар. Суретке қарап, Алдарбайдың қиял ғажайып ойларымен саяхат жасайық. Қалай ойлайсың? Қайсысы шындыққа жақын? Бұл өтіріктердің зияны бар ма? Ал сіздер қиял ғажайып осындай ойларды ойлап көрдіңдер ме? Осындай қиял ғажайыпқа толы өтірік өлең шығармалар да бар. Ендеше солардың бірімен таныс болайық. Қалықта ұшқыш кілемім, өтірік өлеңін түсініп оқыңдар. Есіңе түсір, өтірік өлеңнің мазмұны өмірде болмаған қиял ғажайып оқиғаларға толы болады. Өтірікке құралған ертегі көп. Мысалы, тас шабала, алдар көсе, өтірік айтудың нағыз шебері. Қазіргі ақындар шығарған күлдіргі, қиыннан қиыстырылған өтірік өлеңдер көбінесе балаларға арнап жазылады. Ендеше солардың бірнеше өтірік өлеңдерді тыңдайық. 96-шы сабақ. Тақырыбы: өтірікшілер еліне саяхат. Балалар, өтірік өлең құрастыру әрине оңай емес. Мұндай өлеңдерді оқығанда қызығып, таңданасың. Басқа бір ғаламшарға, ертегі еліне тап келгендей сезінесің. Мына өтірік өлеңдерді тыңда. Бір жасымнан жұмысқа орналастым. Қазанның қақпағына тамақ астым. Қазанымды басыма киіп алып, өрт шығарған қақпағын ала қаштым. Бір күні дәл алдымнан айна көрдім. Бос айнаға қарауды пайда көрдім. Қарасам, қарсы алдымда көк желкем тұр. Ойладым, мұндай адам қайда көрдім? Тау мен шөлім өзіме өзім екен. Тау рахат, шөл деген төзім екен. Ай жоқ, күн жоқ, бірдеме жарқырайды. Бұл не десем, өзімнің көзім екен. Қорықпаймын аюдан, арыстаннан, қасқырдан, құмырсқадан сауысқаннан. Қорқамын өз-өзімнен, бәйге алғаннан, тамағын жұрттан бұрын тауысқаннан. Мен өзім кішкентайдан өрге бастым. Табаныма сурет сап, көрме аштым. Көлеңкемді қораға байлап қойып, өтірік сурет салғаннан жалықпаспын. Оспанхан Әубәкіров. Енді сен де бір ауыз өтірік өлең құрастырып көр. Мінеки балалар, біз бірнеше өтірік өлеңдерді тыңдадық. Ендеше жаңа айтып өткендей, өздерің де бір ауыз өтірік өлең құрастырып көріңдер. Және қорытындылаңдар. Бір тұжырымды таңдап, өз ойыңды жаз. Өтірік айтып қиялдай білу қызық. Өтірікті құрастыру үлкен шеберлік. Әлде өтірік өлеңдер болашақ туралы арман қиял ма? Бір тұжырымды таңдаңдар.
Үй тапсырмасы. Өтірік өлеңдегі адамның арманы тақырыбына қысқаша ойыңды жаз. Өтірік айтудың зияны туралы мақал-мәтелдер жазыңдар. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.